Қайырлы күн достар, бүгін сіздердің назарларыңызға қазіргі кезде кеңінен таралып отырған инфекциялық аурулар кезінде дене температурасының көтерілуі жөнінде ақпарат бергім келіп отыр. Жалпы дене температурасы неге көтеріледі? Организмге қандай да бір сырттан инфекция түскен кезде одан арылу мақсатында біздің ағзамыз температураны көтереді. Яғни инфекцияны өлтіргісі келеді. Осы кезде іште теплопродукция процесі жүреді. Организмде температура өндіріледі және сыртқы кожаға беріледі. Теріге ұстап көрген кезде дене қызуы көтеріліп тұрғанымыз теріге қарап білеміз көбіне. Оны теплоотдача дейміз. Енді осы температураның өндірілуі және оның сыртқа берілуіне байланысты температураның екі түрі бар. Ол бірінші красная лихорадка. Красная лихорадка балалар арасында кеңінен таралған температураның түрі. Бұл кезде баланың түріне қараған кезде әлсіреп тұрады бала, көзі кіртиіп тұрады, аяқ қолын ұстағанда ыстық, беті розовый немесе қызғылт тартып тұрған, ішін, арқасын бәрін ұстағанда денесі күйіп тұрады. Бұл красная лихорадканың белгісі. Және көп ата-аналар біле бермейтін белая лихорадка деген бар. Бұл кезде жаңа айтып өткендей дене температурасы көтеріледі, бірақ баланың кожасына қараған кезде бозғылт болады, аяқ қолдары мұздай болады. Тіпті кейбір ата-аналар дене температурасы бар екенін байқамай да қалуы мүмкін. Осы екі температураның қайсысы қауіпті? Белая лихорадка деген қауіпті болып саналады. Себебі оның асқынуы тез жүреді, әрі бұл кезде температураны түсіру қиындыққа соғады. Қандай көмек көрсетеміз? Алғашқы көмек. Егер де красная лихорадка болатын болса, бірінші баланы шешіндіреміз. Памперс киген болса, памперстарын шешеміз. Үстіне қалың киіндіріп қойған болсаңыз, қалың киімдердің барлығын босатуыңыз керек. Екіншіден, парацетамол, ибуфен сияқты температураны түсіретін препараттарды 10 мг на килограммға есептеп бересіздер. Мысалы, сіздің балаңыз 7 кг болса, 70 мг парацетамол беруіңіз керек. Егер де 10 кг болса, 100 мг парацетамол беруіңіз керек. Үшіншіден, буындардың бүгілетін аймақтарына қолдың, одан кейін тізеннің арты, сосын табаны, қолы, омыртқаның бойы, маңдайы, басы, желкесі барлығын жылы сумен ысқылай отырып 30-40 минуттың ішінде температураны түсіруге тырысамыз. Және нәтиже обычно красная лихорадкада нәтиже тез беріледі. Енді белая лихорадка кезінде не істеу керек? Баланың түрі бозғылт. Ол тоңып жатыр, аяқ қолын ұстағанда мұздай. Сондықтан бұл балаларды красная лихорадка сияқты үстін шешіндіріп тастауға болмайды. Керісінше баланың үстін жабу керек. Екіншіден, парацетамол немесе ибуфен сияқты температураны түсіретін дәріні тоже салмағына есептеп бересіздер. Үшіншіден, балаға тоже жылы сумен ешнәрсе қоспай денесіне растирание жасауға болады. Міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыз. Температура егерде регулярно көтеріле берсе, температураның көтерілгеніне уже 4-5 күн болып асып бара жатса, үйде отыра бермеңіз. Міндетті түрде дәрігер кеңесіне жүгініңіз. Жалпы қай уақытта температура көтеріледі, мүмкіндігінше дәрігер кеңесін алуға тырысыңыз.